Құдайды ұмытып кететін адамнан қорқу керек. Құдайын ұмытатын адам, ол адамның шекарасы жоқ адам. Ол адамның жазасы қандай білесіз ба? Құранда айтады: "Уаман а'рада ан зикри", кімде-кім менің зікірімнен теріс бұрылатын болса, фа инна лаху маишатан данка, ол кісінің өмірі тар болады. Ол кісі ешқашан өмірінде береке таппайды. Өздеріңіз көріп жүрсіздер. Алланы ұмытқан адам қайда баратынын. Бақыт іздейді. Бақытты кім береді? Рызық несібе іздейді. Оны кім береді? Оны таспенен ақша бермейді. Оны сіздің бастығыңыз бермейді. Оны сіздің мансабыңызбенен иығыңыздағы погон бермейді. Рызық несібені Алла береді. Алладан қорқыңыз, қалғанын бәрін бермей ма Аллах? Ал Алланы ұмытқан адам өмір бақи Алладан өзгеге құл болады. Кейбіреулер мақтанады: "Ей, бейшара мұсылман, сен өздеріңді құл дейсіңдер, біз азатпыз" дейді. Қаяқтың азаты? Құл болғанда біреу емес, бірнеше затқа құл ғой олар. Қатынға да құл, ақшаға да құл, бастығына да құл. Соған дейін баратын бауырларымыз да бар. Халайық. Міне қандай адамды қандай алып барады Құдайын ұмытқан нәрсе. Ол адамның өмірі таршылықта өтеді. Ешқашан маңдайы жарымайды. Өмірінің бағы керек па? Жүректің кеңі керек па? Алланы ұмытпаңыз. Алла тағала айтады: "Ва нахшуруху яумал қиямати а'ма". Ол кісіні біз қияметте соқыр етіп тірілтеміз. Сонда қала, ол кісі айтады екен: "Рабби лима хашартани а'ма". Раббым, неге мені соқыр етіп тірілттің? Уақат күнту басира. Менің көзім көретін еді ғой. Көзім көретін еді ғой. Неге олай тірілттің? Қала, оған айтылады дейді Алла тарапынан: "Кәзалика ататка". Осылайша саған аятуна, біздің аятымыз келді. Біздің белгілеріміз келді. Біздің зікіріміз келді. Мүмкін Құран естіген шығарсың. Мүмкін уағыз естідің. Жоқ, мүмкін Аллах саған басқалай бір хат жіберді. Қандай хат? Жоғарыда айтқандай. Бір өлген адам жаназасына қатыстыңыз. Сізбен қатар жүрген адам дүниеден өтті. Мүмкін сізбен қатар бір ауру науқас адамды көрдіңіз. Бұның бәрі Алланың аяты. Алланың аяты келді осылайша. Фанаситаха. Сен оны көрдің, бірақ ұмыттың. Нені ұмыттың? Алланың аятын, Алланың зікірін ұмыттың. Алланың бұйрықтарын, тыйымдарын ұмыттың. Ал енді не болады? Вакадаликал яума тунса. Онда бүгін дәл солай ұмытыласың сенде. Болды, ұмытыласың. Ойлаңыз, бауырлар, 80 жыл Алла өмір берер. 60 жыл ма, 100 жыл ма өмір берер. Атақ пен мансап, ақша менен дәулет қашан құтырады қолыңызда? Кетеді ғой бір күні. Кетеді қолдан тайып бір күні. Бірақ Аллах мәңгі ғой. Аллах өлмейді. Аллахың құзырына барасыз. Барасыз. Қалай тұрасыз? Раббым, сені ұмыттым дейсіз ба? Раббым деп айтуға бетіңіз бола ма екен?